Өмірде адам қартайған шағында көптеген нәрселерге өкінеді. Бірінші, уақытты бос өткізгеніне. Екінші, денсаулыққа көңіл бөлмегеніне. Үшіншіден, жастық шағында батылырақ болып, көп жерде тәуекерге бармағанына. Төртіншісі, жақындармен отбасына жеткілікті уақыт бөлмей, олармен бірге қызықты сәттерді өткізгеніне. Бесіншісі, өзі қаламаған ісімен айналысқанына. Алтыншысы, мүмкіндігі бола тұра адамдарға жақсылық жасамағанына. Жетіншісі, аз саяхаттаған үшін. Адам қартайған сайын балалық шағын аңсайды. Әрине, өмір бірді қиыншылықтармен, ауыртпашылықтармен мойымау керек. Бірақ кейде өмір өзі сындырып, сосын орнынан қайта тұрғызады. Өмір сүруді өзің үйренбесең, өмір саған қаталырақ жолмен үйретеді. Жастарға ақыл айту қарыз, өнеге үйрету парыз, тәжірибе ұқтыру міндет. Бұл үшеуін айтпаса, қар күнәлі, оқпаса, жас күнәлі. Жастық шақта өмірдің бар қызығы әлі алда деп ойлаймыз. Сондықтан біз қазіргіге аса мән бермей, көп дегенді кейінге қалдыра береміз. Бірақ есейгенде өткен қатерлерді ойлап, өкінгенше, өз өміріңізді қазірден бастап қолға алғаныңыз дұрыс. Үлкен сабақ алатынымыз өмірден де. Сене берме себепсіз көрінгенге. Қолдап жүрген жандарға қолыңды соз. Қорлап жүрген жандарға көңіл бөлме. Жамандасын, сен бірақ жамандама. Алла сенің қорғаушың, алаңдама. Тұрнағының астынан күріздейді, тұрнағына татымас адам ғана. Айлыға аз жұмыс, қадірінді білмейдің, рақты жарыңыз. Сіз берген мейірімді қайтармаған балашаға, еш нәрсеге де таң қалмауымыз керек. Осы жылдың ішінде сан сүрініп құладым. Өмірден кетіп, өліп, өкіріп керемедім. Қуаныштан шаттанып, енді күле бастасам, қатал тағдыр тағы мені сынадың. Біреудің артық асы бар, біреудің артық басы бар. Ауыздан қиған қара жер бәрінді бір күні жасырады. Бір адамды түрі үшін жақсы көрсең, ертең көркі қартайғанда ұнаған махаббатың өшеді. Бір адамды тапқан мүлкі, байлығы үшін жақсы көрсең, ертең ақшасы біткенде ұнаған құрметі азаяды. Ең дұрысы, Алла разылығы үшін жақсы көру. Алла разылығы үшін жақсы көру дегеніміз, адам бойында Алла сөйтетін істері болған үшін ұнату. Мәңгі таусылмайтын, түдесілмейтін жұмағай махаббат осы. Көп адам өзінің ақшасының жоқтығының себеп салдарын сырттан іздейді. Сөйтіп, халықтың ақшасын жеп жатқан жемқорлар екен. Байып жатқандардың барлығы тоқпағы мықтыларымыз. Жағдай жасамай отырған өкімет, көмектескізі келмейтін тоғыстар мен достар, әлемдік дағдарыс деп шала білінеді. Бұл айтқандар шынына келсеп, жалқаулығын осылай бір кемелейді. Елің үшін төгілсекер, аштар. Жақсы адамдар еңбегіңді жақсы дер. Сені жақсы көрсін де, сен барлығы. Ең бірінші, өз-өзіңді жақсы көр. Тірлікке қарап тұрып таңдана. Тіліндегі оң шашыр, сонда да мұна сені өсіккейді. Отырып, қолдарынан түк келмейтін жан ғана. Алдарынан ұшықса дағы қандайсың? Қыран болсаң, сыннан биік самғайсың. Кешіре сал, біреу сені ренжітсе, кешіргеннен кішірейіп қалмайсың. Мейіріммен шуақ шашып маңайға, көмегіңді көрсетіп біл талайға. Мың арманнан аттап өту керексің, бір арманға жету үшін қалайда. Сол үшін де өз-өзіңді жақсы көр. Алдарынан шықсын десең жақсы жол. Жақсы жанды жолықтырғың келсе, ең бірінші өзің сондай жақсы бол. Бұл өмірде неше түрлі адам бар. Сен туралы білмей жатып жамандар, мұна сені жек көрет біліп қой. Өзің жақсы көре алмайтын адамдар. Мейлі біреу сені дұшпан санасын, мейлі біреу жаман көзбен қарасын. Сен оларға жақсы көзбен қарасаң, сонда олардан жоғары боласың. Адамның жаманы болмайды, артық сөйлеп қағынбаса, жақсылықты сергетіп, жаман ойға бағбаса. Адамның жаманы болмайды, егерде ол ақыл ойын, атақтан да, байлықтан да, биік қойса абыройын. Адамның жаманы болмайды, кемшілігін жоя білсе. Алдындағы қара шаймен, қара нанға тоя білсе. Уақытта байлық, бірақ шеп көңілі. Асың барда достар жина. Ақылың барда еш жина.
еңбегіңнің нанын же, халқыңның қамын же. Қиялы көп, ақиқат біреу, осыны білсең, ақылына тіреу. Бақ қонады ұл таңдап, қонақ қонар үй таңдап. Болымы жоқ бозбала, бейнеттен қашар болтыңдап. Ел адаммен сөйлесең, ауыл аймағын айтады. Қала адаммен сөйлесең, иіндегі жиған тергенін айтады. Қыр адаммен сөйлесең, бота мен тайлағын айтады. Ал тексізбен сөйлесең, қайдағы жайдағы аузына келгенін айтады. Дүниенің тұтқасы ергетте, кілті елде, сыры данада, қызығы балада. Жасымен өткен әр күнің, жасына қосқан жыл болар. Еліне қосқан өлесің, ұрпаққа кейін жар болар. Өлімнің қақпайтын есігі, өсектің кірмейтін тесігі жоқ. Аз сөйлер деп көп тыңдар, хас асылдың баласы. Данышпандар өз ғасырында туады, өзге ғасырда әйгілі болады. Екі тентек таныспай жатып ұрса кетеді, екі қу сөйлеспей жатып ұғса кетеді. Жаманның кестепаты тірісінде, жақсының шарапаты өлгенін кейінде тиіп жатады. Баланың да баласы бар, бірі бағын, бірі сырын. Өзің осал болсаң да, ұрпағың сен үшін өліп өлсін. Қыз кетеді, жиен келіп тұрады. Келін қолда, бірақ қолынды бөліп тұрады. Бір байдың байлығы, екінші байдың ұйқысын қашырады. Арамдық жасаған адамның өмірі алаңдаумен өтеді. Ашулы кезде шешім қабылдаудан, қуанышты сәтте уәде беруден сақтан. Балаға оны рет айтқанша бір рет көрсет. Қазіргі заманда ақ көңіл болу сән емес, ақ көңіл адам қудың қалтасын, өсекшінің аузын толдырады. Бұл өмірің өтпеу үшін құр босқа, жүрегіңді ашу керек шын досқа. Сыйласатын мың адамың болса да, жетпейді екен сырласатын бір досқа. Дос дегенін нәр алатын тамырың, дос дегенің нағыз туған бауырың. Керек кезде ақылшың, ашулансаң жүректейді сабырың. Адам боп келдік өмірге, адам боп кету заңдылық. Адамның бәрі өмірде бақыт іздейді қаңғырып. Бақыттың кілті сыйластық, сыйластық қалсын мәңгілік. Өтіріктен кім өліпті дейді жұрт. Әрине, өтіріктен адам өлмейді. Алайда өтіріктен сенім өледі, көңіл өледі, достық өледі, адамгершілік өледі. Ер адам әйел үшін ағадай қорғаныш, достай сырлас, өмірлік жолдастай адал болу керек. Әйел адам ер үшін анадай қамқор, қарындастай тіл алғыш, жан жарындай адал болу керек. Үйректің есігі ашылсын десең, жылсы үйірле. Ең жоғары махаббат Аллаға деген махаббат. Бұл әрине адамға оңай болмайтын нәрсе. Егер сол уақытта әрекет етпесең, арманың тек босқа өтіп кетеді. Егер қымбат жаныңның құндылығын уақытында сезіндірмесең, онда сол жүректен шыққан жан қалады. Сіз әлемдегі жағдайларға, уақытқа және заманға икемделуіңіз қажет. Әлем сізге бағынышты бола алмайды. Біздің көңіліміз әрдайым басқаға қымар. Біздер көп жағдайда шындықты көрмейміз. Көбінесе өзімізге маңызды нәрселерді ұмытып кетеміз. Құрметті көрермендерім, Алла разылығы үшін бір өтінішім бар еді. Егер видеоларым сізге пайдалы болып жүрсе, арнамаға жазылып қойсаңыздар, мен шын жүректен қуанып қаламын. Тек подписаться батырмасын бассаңыз жеткілікті. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін ең үлкен мотивация. Әрбір жазылушы мен үшін өте қымбат және ерекше. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздаршы. Үйлеріңіз берекеге, жүректеріңіз тыныштыққа толы болсын. Құрметті менің ең жақын көрермендерім. Егер сіз менің айтқандарымды түсініп, өмірімізде жақсы өзгерістерді көруге дайын болсаңыз, мені қолдап, арнама тіркеліп кетіңізші. Әрбір тіркелген адам мен үшін ең қымбат әрі бағалы адам. Сіздер менің күшімсіздер. Мен сіздермен бірге өсіп, дамып, өмірдің шынайы құндылықтарын ашатын боламыз. Бірге болайық. Тек құрметті адам болу емес, өзімізді сыйлайтын күшті адам болайық. Сіздерге ең жақсы тілектер мен қуат. Мен сіздер үшін әрқашан пайдалы боламын.